Тоғыз ішек қатерлі дисталды ішектің шырышты қабығынан пайда болатын қатерлі ісік тобы. Науқастарды тексеру барысында тоғыз ішек қатерлі ісігі асқазан ішек қатерлі ісіктерінің арасында бірінші, ал онкологиялық аурулардың жалпы құрылымында екінші, үшінші орында екені анықталған. Жыл сайын тоғыз ішек қатерлі ісіктерінен 600 мыңнан астам адамға диагноз қойылады. Сонымен қатар, науқастардың 60-70% ауруды кеш анықтап жатады. Тоғыз ішек қатерлі ісігі көбіне 50 жастан асқан ер адамдарда жиі кездеседі. Тоғыз ішек қатерлі ісігінің белгілері. Қатерлі ісіктің белгілеріне көшпестен бұрын сізден каналға тіркеліп кетуді сұрағым келеді. Алдын ала рахмет. Онкологиядағы шаршау онкологиялық аурулардың жиі кездесетін белгілерінің бірі болып табылады. Көптеген адамдар үшін бұл проблема жаһандық сипатқа ие. Ауру тез таралады және адам өміріне қауіп төндіреді. Шаршау онкологиямен бірге жүретін әртүрлі өзгерістерден туындауы мүмкін. Оның ішінде иммундық саладағы бұзылулар, вирустар мен инфекциялардың әсерінен туындауы мүмкін. Тәжірибе көрсеткендей, қатерлі ісік ауруларындағы шаршау денеге әртүрлі дәрежеде әсер ететін факторлардың жиынтығымен туындайды. Тоғыз ішек қатерлі ісігі кезіндегі шаршау келесі белгілермен бірге жүреді. Қатты шаршау, күнделікті тұрақты шаршау сезімі, лимфа түйінділерінің сезімталдылығы мен қабынуы, ағзаға тән емес бас ауруларының пайда болуы, көрінетін сыртқы өзгерістерсіз буындар мен бұлшықеттердің ауырсынудың пайда болуы, тамақ ауруы, әлсіздік сезімі, ұйқысыздық, мазасыз аяқ синдромы, толық ұйқының бұзылуы, тәбет жоғалады. Бұл уақыт өте келе салмақ жоғалтуды тудырады. Зейінсіздік, зейінді шоғырландыра алмау, дамып келе жатқан депрессия, кеңістік пен уақытты бағдарлау проблемалары, зиянды әдеттер дамиды, темекі шегу, алкоголизм, нашақорлық. Олар шаршауды және депрессияны басу үшін қолданылады. Нәжістің бұзылуы және диарея. Қанмен араласқан нәжіс колоректалды қатерлі ісіктің ең жиі кездесетін симптом болып табылады және аурудың дамыған сатысында пайда болады. Кейбір жағдайларда нәжістегі қан қоспасы аздығы соншалықты, оны жай көзбен байқай алмайсыз. Нәжіс пен газдың кешігуі басқа белгілермен бірге ішектің мотор функциясының терең бұзылуының қорқынышты белгісі болып табылады және органикалық функционалдық кедергілер де байқалады. Нәжісте жаңа қан іздерінің болуы геморрой және анальды жарықтар сияқты кең таралған және салыстырмалы түрде қауіпті емес аурулардың белгісі болуы мүмкін. Нәжісте қан іздері болған барлық жағдайларда, әсіресе 50 жастан асқан адамдарға мүмкіндігінше тезірек тексерістен өту қажет. Диарея. Бұл пациенттің тәулігіне 2 реттен көп дәреті бар патологиялық жағдай. Бұл жағдайда нәжіс сулы болады. Көлемі 200 мл-ден асады және көбінесе кіндік аймағындағы ауырсыну, шұғыл дәретке шақыру және анальды ұстамауы. Нәжістің сыртқы түрінің өзгеруі. Тоғыз ішекте қатерлі ісіктің болуы нәжістің өзгеруіне алып келеді. Іш қату кезінде ол қатты болады. Ал егер қатерлі ісік өсіп кеткен болса, нәжіс жіңішке болып шығады. Сонымен қатар нәжіс қара түсті және иісі өте жағымсыз болады. Оны көбіне мелена деп айтады. Меленаның қара түсті болуы асқазанда тамақпен қоса қанның қорытылуынан. Сондықтан бұл асқазанның да қатерлі ісікке шалдыққанынан болуы мүмкін. Бұл белгі өте қауіпті, сондықтан тез арада дәрігерге қаралу қажет. Диспепсиялық құбылыстар. Диспепсиялық құбылыстар ас қорыту жүйесі ауруларының жалпы атауы. Тамақты қорытуға қатысатын арнайы ферменттердің болмауына байланысты ас қорыту процесі баяулайды. Нәтижесінде диспепсиялық деп аталатын әртүрлі аурулар дамиды. Мұндай бұзылулармен асқазанда органикалық қышқылдар мен газдардың шамадан тыс көп мөлшері пайда болады. Бұл ішек микрофлорасына теріс әсер етеді және дисбиоздың пайда болуына әкеледі. Ішектегі бактериялардың тепе-теңдігі бұзылады. Диспепсиялық құбылыстардың екі негізгі түрі бар: функционалды және органикалық. Органикалық диспепсия жағдайында симптомдар айқынырақ көрінеді, тамақпен тығыз байланысты емес және ұзақ уақыт бойы жойылмайды. Аурудың созылмалы түрге ауысуы мүмкін. Функционалды диспепсия кезінде асқазан мен ішек аймағындағы ауырсыну
әдетте тамақпен байланысты және қысқа мерзіммен сипатталады. Диспепсияның пайда болу себептері: дұрыс тамақтанбау, ақуыздардың, майлардың және көмірсулардың теңгерімсіздігі, мерзімі өткен немесе сапасыз тағамдарды жеу. Гастрит – бұл асқазанға тұз қышқылының көп мөлшерде бөлінуіне әкеледі. Кейбір дәрі-дәрмектердің жанама әсері, мысалы антибиотиктер. Психоэмоциялық стресс – әртүрлі ауруларға байланысты ағзаның интоксикациясы, вирустық, іріңді және тағы да басқа. Дене температурасының көтерілуі. Қатерлі ісік кезінде дене қызуы қатты көтеріледі. Бұны көбіне субфебрильная температура деп айтады. Субфебрильді температура кезінде дене температурасы 37-38 градусқа дейін көтеріледі. Пациент қызу түсіретін дәрілер ішсе де, сол аралықта көптеген күндер тұрады. Егер субфебрильді температура 2 аптадан астам уақытқа созылса және тез шаршау, нашар ұйқы, ентігу сияқты белгілермен бірге жүрсе, онда дәрігер қабылдауына жазылуды кейінге қалдыруға болмайды. Еріксіз дене салмағын жоғалту. Адам ағзасындағы қатерлі ісік ағзаға қажетті қоректік заттарды толығымен өзінің дамуына қолданады. Сонымен қатар, қатерлі ісік тәбетті едәуір нашарлатады. Табиғи ас қорыту процестерін бұзады. Қатерлі ісік кезінде салмақ жоғалту қатерлі ісіктердің көптеген түрлерінің жиі кездесетін симптомы болып табылады. Аурудың таралуына байланысты науқастың қалыпты салмағын ұстап тұруы қиындайды. Күтпеген және түсініксіз салмақ жоғалту қатерлі ісік ауруларында жиі кездесетін симптом болып табылады. Егер ол пайда болса, жағдай бақылаудан шықпас бұрын тиісті шараларды қабылдау үшін пациент дәрігерге дереу хабарлау керек. Клиникалық онкология қоғамының статистикасына сәйкес, онкологиялық науқастардың шамамен 40%-ы диагноз қойылған кезде еріксіз салмақ жоғалтқандарын хабарлайды. Ал онкологиялық науқастардың 80%-ы аурудың дамыған кезеңдерінде салмағын жоғалтады. Анемия. Анемия қан айналымындағы гемоглобин мен эритроциттердің азаюымен бірге жүретін және оттегінің тасымалдауының бұзылуымен және гипоксияның дамуымен сипатталатын патологиялық клиникалық гематологиялық синдром. Қазақша айтқанда қан азаю. Осымен бейнероликті аяқтаймыз. Егер сізге бейнеролик ұнаған болса, каналға тіркеліп қоңыраушаны баса кетіңіз. Назарларыңызға рахмет.